Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет таңғы асын жасалу жолымен бөлісемін. Бұл жерде мен сэндвичтің жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен сэндвичке арналған нанымызды дайындап, оған кетчуп, майонезімізді немесе творожный сыр, кез келген соусты жақсаңыздар болады. Одан кейін колбаса, огурцы, сырымызды саламыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған тағам түрлерін салсаңыздар болады. Мысалы, тауық еті, балық, салат жапырақтарын салсаңыздар болады. Одан кейін сэндвичке арналған насадкамызды салып, оны қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін сэндвичтерімізді салып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Сэндвичтеріміз дайын болғанша жұмыртқамызды қуырып алатын боламыз. Осылай керемет болып, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал балаларыма осылай сэндвичтің қасына суға піскен жұмыртқаны ұсынған болатынмын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.